Баяғыда бір ауылда қарт ата мен әже өмір сүріпті. Олар өте тату, еңбекқор адамдар екен. Бір күні ата өз бақшасына жұмысқа шығып, жерді қопарып, шалқанның дәнін отырғызады. Күн сайын оны суарып, күтім жасап жүреді. Күндер өтеді. Жаңбыр жауады. Жаңбыр жауып жатыр, бақ жасылданып келеді. Табиғат әдемі көрінеді. Бір күні ата бақшаға келіп, шалқанды көріп таңқалады. Қандай үлкен шалқан. Мына шалқанды жұлып алу керек. Жалғыз өзім шығара алмаймын. Жалғыз өзі шығара алмайды. Әже, кел маған көмектес, деп шақырады. Әже келеді. Екеуі бірге шалқанды тартады, бірақ ол қозғалмайды. Немеремді шақырайық, дейді әже. Ата, әжемен көмектесемін. Жарайсың, тарт, бәріміз бірге тарт. Шықпады. Тарт, әлі де орнында. Шалған шықпайды, сал тартайық. Итті шақырайық. Арф, мен қосыламын. Жарайсың, ет, тартыңдар. Күшімен шалқан шықпайды. Қалдай. Ит келеді. Төртеуі бірге тартады, бірақ шалқан әлі де тұр. Мысықты шақырайық, дейді немере. Мысық келеді. Бәрі бірге тартады, бірақ нәтиже болмайды. Соңында кішкентай тышқан да келеді. Енді олар бәрі бірге тұрып, бар күштерін салып тартады. 1, 2, 3, тарт. Сол кезде шалқан жерден ақырындап қозғалады. Тағы да тарт. Кенет үлкен шалқан жерден толық шығып кетеді. Бәрі жерге құлап кетсе де, қатты қуанып күледі. Сол күннен бастап олар бірге жұмыс істесе, үлкен қиындықтарды да жеңуге болатынын түсінеді.